Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бисквит печеньесінің рецептімен бөлісетін боламын. Дәл осындай печеньелерді жасасаңыздар, ендігі уақытта дүкеннен печенье алудың қажеті болмайды. Печеньеміз осындай үгілмелі болып шығады, ортасындағы нутелла пастасымен өте керемет үйлескен. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Арнамнан алыстамай видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдағы уақытта каналымда түрлі тәбет ашар рецепттер шығады. Сондықтан әлі де каналыма тіркелмесеңіз, тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыз. Нутелла пастасының 2 ас қасығын кондитерлік қапқа салып алып, осындай силиконды ковриктің үстіне осылай құйып шығамыз. Дөңгелек етіп құйып шығамыз. Міндетті түрде силиконды коврикті немесе пергамент қағазын пайдаланыңыздар, алуға оңай болуы қажет. Осының барлығын морозильникте қатырамыз. Печеньеміздің қамырын жасауға кірісеміз. Бөлме температурасындағы жұмсақ сары майымызды саламыз. Және де қант ұнтағын, бір жұмыртқамызды, ванильді қантымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Құрғақ ингредиенттерді біріктіреміз. Ұнымызға қопсытқышымызды салып, жақсылап араластырып, електен өткізіп қосамыз. Жұмсақ қамыр етіп илейміз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Енді осы қамырды 20 граммнан бөліп шығамыз. Осылай бөліп алған қамырымызды дөңгелетіп, үстінен басып, ортасына начинкасын саламыз. Яғни қатырылған нутелла пастасын салып, дөңгелетіп, печенье формасына келтіреміз. Бұл кезеңдерде өте жылдам жұмыс жасау қажет, себебі шоколад еріп кетуі мүмкін. Барлық печеньелерімізді дәл осы әдіспен жасап шығамыз. Пергамент төселген формамызға салып, үстінен осындай тор жасап шығамыз. 180 градуста 20-25 минут пісіреміз. Міне біздің бисквит печеньеміз дайын болды. Печенье өте үгілмелі әрі тәтті болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жаныңызға жақын жандарға шайын тәтті етер, тәтті печенье жасап қуантыңыздар. Сіздермен болған Кәмшат. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, қандай да бір комментарий жазып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.